Мен номері бірінші Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжінің 41 топ білім алушысы Мұсаханова Асхатқызы, диплом практикасы, практика жетекшісі Алтанова Рахат Заурбековна. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Балалар, бүгінгі көңіл-күй неге ұқсас әдісі арқылы көңіл-күйлеріңді білейік. Көңіл-күйлерің неге ұқсас? Қандай жыл мезгіліне, қандай ауа райына, табиғаттың қандай құбылысына ұқсайды? Жарайды, рахмет. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз компьютердің адам ағзасына әсері мен ғаламтордың зияны. Оқу мақсаттары: мәтіндік және графиктік кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер, ақпаратты интерпретациялау, етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, рай, шақ түрлерін тілдесім барысында қолдану. Оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу. Мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Мақсаттары: оқушылардың барлығы орындай алады. Мәтінді оқиды, сұрақтарға жауап береді. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Өз ойларын ортаға салады, өткен шақ түрлерін түсінеді. Оқушылардың кейбірі орындай алады. Өткен шақ түрлерін түсінеді, практика жүзінде қолдана алады, өз ойларын ашық жеткізе алады. Критерийлері: мәтінді оқиды, сұрақтарға жауап береді, тыңдалым тапсырмасын орындайды, өткен шақты түсінеді, іс жүзінде қолдана алады, өз ойларын ортаға салады. Дана, не істеп отырсың? Ғаламторда отырмын. Ғаламторда уақытты көп өткізуге болмайды. Анам тек пайдалы ақпарат алу үшін ғана қосылу қажет деп айтып еді ғой. Иә, бірақ аз уақыт мультфильм қарауға да болады деген. Уақытты ғаламторда өткізгеннен гөрі далада таза ауада жаттығу жасап, денені сергіткен дұрыс деп ойлаймын. Неліктен ғаламторда отырып уақыт өткізуге болмайды? Адам уақытын өз денсаулығын күтуге, рухани жан дүниесін байытуға арнау керек. Уақытты босқа өткізу ең ауыр өкініш. Кейін өкініп қалуың мүмкін. Өйткені уақытты қайтару мүмкін емес. Қазір өмірді ғаламторсыз елестету қиын. Ғаламтордың пайдасы өте көп. Кітапханаға барып, том-том кітапты қопармай-ақ, оны ғаламтордан да табуға болады. Сонымен қатар, уақытты үнемдеу үшін коммуналдық төлемдер мен ақша аударымдарын ұзын сонар кезекте тұрмай, үйде отырып, ғаламтор арқылы төлеуге болады. Әрине, бұл сөзіңмен келісемін. Пайдалы тұстары сан алуан. Дегенмен, зиянды жағында ескеру керек. Қаншама жасөспірім ғаламтор ойындарынан шыға алмай жүр. Одан бөлек, компьютерді шамадан тыс пайдаланса, зиянды сәулелерге ұшырау қаупі бар. Мен бәрін түсініп тұрмын. Сенікі де дұрыс. Менің ғаламторда отырғаныма біраз болды. Денемді сергітіп, жаттығу жасағым келіп тұр. Бірге жаттығу жасайықшы. Жарайды, өте жақсы. Жақсы болып қалдым. Алан, сенің келгенің жақсы болды ғой. Әйтпегенде мен ғаламтордың қызығынан шыға алмай әлі отырушы едім. Уақыт өткізудің тағы бір пайдалы тұсын айтайын ба? Енді үйге барып, анамызға түскі ас пісіруге көмектесейік. Иә, бұл ойың маған ұнап тұр. Кеттік. Бейнероликті көріп болсақ, мына сұраққа жауап берейік. Ғаламтордың зияны қандай? Және де компьютердің ағзаға қандай әсер етеді? Жарайсыңдар балалар, рахмет. Бірінші тапсырма: мәтін мазмұнымен танысыңдар. Сұрақтарға жауап бере отырып, өз ойларыңмен бөлісіңдер. Дескриптор: мәтінді түсініп оқиды, сұрақтарға жауап береді, өз ойларын ортаға ашық салады. Компьютердің зияны туралы мақалалар өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап жарық көре бастады. Әсіресе алуан түрлі ойындардың балалардың денсаулығына, жүйке жүйесіне зақым келтіретіні сол кезден ғылыми негізде дәлелденген. Сонымен, компьютердің адам ағзасына тигізетін залалдары: көздің көру қабілетін төмендетеді, омыртқалардың қисаюына әкеледі, жүйкеге салмақ түсіреді, шаршағыштық, әлсіздік пайда болады. Бұған қоса, бала құмарпастық салдарынан компьютерге тәуелді болады, мінезі күрт өзгереді, айналасына немқұрайлы қарауды әдетке айналдырады. Басқа ойындарға, ақыл ойды дамытатын қызықты тақырыптарға талпынысы болмайды. Баланың көңіл күйіне әсер етеді. Бұрын көңілді сергек жүретін бала енді көбіне ашулы, күш көрсетуге бейім болады. Сонымен бірге, балада тек өзіне ғана мәлім жабық әлем қалыптасады. Тек компьютермен шектелген бала ерте ме кеш пе әйтеуір қатарластарымен тілдесе алмайтын халге жетеді.
тіпті бұған дейін достарысып жүрген жолдастарын жоғалтады. Ой түрткі сұрақтар. Күніне неше сағат ғаламторда отырасыңдар? Ғаламтордағы қай сайтқа жиі кіресіңдер? Компьютерде жұмыс жасауда қанша уақыт аралығында үзіліс жасайсыңдар? Жақсы, жауаптарыңа рахмет. Екінші тапсырма. Бекболға 5 кеңес жазыңдар. Өкіл әдісі арқылы талдаңдар. Дескриптор құрылымын сақтап сөйлемдер жазады, бір-бірінің ойын талқылайды. Бүгін өткен шақ туралы білетін боламыз. Өткен шақ сөйлеп тұрған уақыттан бұрын біткен іс-қимылды білдіреді. Оның 3 түрі бар. Жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ, ауыспалы өткен шақ. Жедел өткен шақ іс-қимылдың жуық арада болғанын білдіреді. Етістікке жедел өткен шақтың арнайы жұрнағы ДД, ТТ жалғанып, ол жіктік жалғауын қабылдайды. Мысалы, мен бардым, сен білдің, ол келді. Бұрынғы өткен шақ болғанына көп уақыт өткен іс-қимылды білдіреді. Етістікке есімшенің ған, ген, қан, кен жұрнағы, көсемшенің ып жұрнағы жалғанып, ол жіктік жалғауын қабылдайды. Мысалы, мен барғанмын, сен ұқпапсың, ол келген, келді. Ауыспалы өткен шақ сөйлеп тұрған уақытқа дейін дағдылы болып тұрған іс-қимылды білдіреді. Етістікке есімшенің атын, етін, итін, итін жұрнағы жалғанып, ол жіктік жалғауын қабылдайды. Мысалы, баратынмын, сен білетінсің, ол келетін. Үшінші тапсырма. Тыңдалым. Мәтінді тыңдап, мазмұнын талқылаңдар. Дескриптор мәтінді мұқият тыңдайды, өзара талқыға салады. Тапсырма. Оқылым және тыңдалым мәтіндерін негізге алып, тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші деңгей. Компьютер мен ғаламтордың зияны туралы айтылған ойды жедел өткен шақта жазыңдар. Екінші деңгей. Ғаламтордың алғашқы даму үрдісі туралы бұрынғы өткен шақта сұхбат сұрақтарын құрастырыңдар. Үшінші деңгей. Компьютердің зиянынан қорғану шаралары тақырыбында ауыспалы өткен шақта шағын мәтін жазыңдар. Дескриптор ойды жедел өткен шақта жазады, өткен шақта сұхбат құрастырады, ауыспалы өткен шақта шағын мәтін жазады. Балалар, сабақты қорытындай келе, ББ кестесін толтырып өтейік. Білемін, білдім, білгім келеді. Осы бойынша бүгінгі сабақта не білдіңдер, не білген едіңдер, не білгілерің келеді. Үй тапсырмасына 5-ші тапсырма. Берілген тірек сөздер мен тіркестерді пайдаланып, ғаламтордың пайдасы мен зияны тақырыбында мәтін құрыңдар. Сау болыңдар балалар.